Самұрық-қазына трасс әлеуметтік жобаларды дамыту қорының өкілдері Жаңаөзен қаласына іс-сапармен келді. Олар аталған қордың демеушілігімен жүзеге асқан бірнеше жобаны аралап, жұмысымен танысты. Қор өкілдері алдымен балақай оңалту орталығына барды. Мұнда дамуында тежелі бар аутизмге шалдыққан, моторикалық дамуы қалыс қалған балалар емделеді. Жұмыс бастағанына 1 жылдан асқан орталықта осы күнге дейін 400-ден аса бүлдіршін ем-дом алып шыққан. Айына шамамен 30 сәби қабылданып, күнделікті мамандардың қарауында болады. Медициналық мекемеде салтанатты шара ұйымдастырылып, қонақтарға егіздердің тұсауын кесу құрметі бұйырды. Олар орталықтың шарапатын көріп, тәй-тәй басқан 21-22 балдырғандар екен. Өте қуаныштымын. Айнадай өмірде осы балалардың денсаулығына аса назар қойып, осы елдің азаматтары барша бірігіп, осы орталықтың ары қарай жұмыс жасап кетуіне үлес қосып жатқандарына ол өте үлкен сауапты іс, өте игі іс. Сондықтан осындай орталықтар саны азая берсін, азайсын, дені сау балалар бола берсін. Кішкентай кезінен келдік, бір келіп 5-6 күн массаждан кейін, ФК-дан кейін результатты көре бастадық. Отырмаған, басын ұстамаған балаларым отырып, басын ұстап еңбектеп кетті. Соны 1 жасқа келгенде енді өзіміз ағайын тума бәрін жинап той жасап, тұсау кесу рәсімін жасап, бірақ жүрген жоқ. Сосын 1 жастан кейін қайттан келдік осында. Осында келгеннен кейін жүріп кетті, 10 шаг басып жүр, Аллаға шүкір, енді сол осында қазақтың дәстүрін осында жасап жатырмыз. Рахмет барлықтарыңызға. Самұрық-қазына трасс қорының қолдауымен салынған нысандардың бірі Әментияқов атындағы стадион аумағынан тұрғызылған үрмелі спорт кешені. Көлемі 2000 шаршы метрді құрайтын орталықта грек-рим, еркін күрес, муай-тай, таеквондо секілді бірнеше спорт түрімен айналысуға болады. Барлық құрал жабдықтары жасақталған. Бұдан соң өкілдер алған мүгедектер спорт клубының арнайы салынып жатқан ангар типсіз кешенге бас сұқты. Спортшылармен жүздесіп ғимараттың құрылысын қарады. Дәл осындай нысан білім инновация лицейінде де бой көтеруде. Қолданысқа берілген кезде дене шынықтыруға бар мүмкіндік жасалатын болмақ. Қор арқылы қолдау табатын, жүзеге асырылатын жобалардың барлығы коммерциялық емес ұйымдардың, яғни үкіметтік емес ұйымдардың өтіндерді ұсынуы арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар біз Ақтау қаласына келіп, кеше күні біз 30-дан аса ұйыммен кездестік. 30-дан аса ұйымдардың өкілдері келіп, өз сұрақтарын қойып, біраз ақпарат алып қайтқан жайы бар. Және де бүгін жолымыз түсіп, Жаңаөзен қаласына да келіп отырмыз. Жаңаөзен қаласында бізде көптеген жобалар жүзеге асырылды. Сол жобалардың жүзеге асырылуымен ары қарай жұмыс жасауымен танысып өттік. Самұрық-қазына трасс қоры еліміз бойынша бүкіл әлеуметтік жобаларды жүзеге асыратын бірыңғай оператор болып табылады. Соңғы 5 жылда облыс бойынша көптеген жобалар қолдау тауып, 2,5 миллиард теңге қаражат жұмсалған. Воркаут және ойын алаңдары орнатылып, мектептер жабдықталды. Оған еншілес ірі компаниялардың серіктестігі нәтижесінде бой түзеген нысандарда қызу жұмыстар атқарылып жатыр. Еркін Қарасайлы, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.